Сәлем достар, бүгін сіздерге Гоаның дүкендерін көрсеткім келіп тұр. Қазір үйге азын-аулақ азық-түлік алу керек. Қазір дүкендеміз, кофе қарап жатырмын. Алдында осы кофені алып көрген болатынбыз, бірақ маған онша ұнаған жоқ. Сол үшін басқа түрін алып көрсем деп тұрмын. Бұл жерде негізі біраз товардың бағасы сыртында жазылады екен. Яғни мына кофенің бағасы 290 рупия болса, яғни 1600 теңге шамамен. Ал мына кофенің бағасы 210 рупия екен. Келесі мен сүйіп жейтін оливки, мынандай туралған түрі бар екен. Бұның бағасы 200 рупия. Мынау 200 тұр. Ол шамамен 1000 теңгедей болады. Және де осындай әртүрлі дәмдеуіштер бар. Ал енді мына қызықты қараңыздар. Мынау не енді, мынау не? Құдай сақтасын, білмеймін енді. Надеюсь, ешкім алмайтын шығар бұндай затты. Ал тауықты біз осы жерден келіп аламыз. Клетканың ішіндегі бір тауықты таңдап аламыз да. Бізге соны кесіп, осы жерде бөлшектеп береді өздері. Қазір мойнын жылады. Керек заттарды алып үйге бара жатырмыз. Мына жерде біздің еврей көршілеріміз тұрады. Ал мына ақ үйде біз тұрамыз. Қазір мен йогаға барам, сол үшін коврик алып жатырмын. Мына жерде адамдар магазинге кіретін болса, аяқтарын шешіп кіріп, жалаң аяқ жүреді. Понятно. Стоим на одной ноге. Поднимаем ногу вверх. Нога может быть мягкая, колено. Не обязательно выпрямлять, она может быть чуть-чуть подсунута. Вот теперь сгибаем правую ногу, беремся за ладошку и поднимаемся наверх. Бұл жақта жалпы күн ыстық болса да, адамдар Рождество мейрамына кәдімгідей дайындалады екен. Осылай әдемілеп үйлерінің сырттарын, не болмаса мынау шіркеудің және мектептің алды. Осылай әдемілеп үйшіктермен безендіріп қойған. Міндетті түрде көп осылай үйшіктер жасайды екен. Ал мынау кәдімгі қарапайым бір үйдің сырты. Осылай әдемілеп безендіріп қойған. Түнде жарық жаққан кезде тіпті әдемі болады. Мама! Идем, барамыз қазір. Маме, дерево! Сенен ұстап отырмыз. Біз қазір көрші ауданға Терекөл деген жерді көруге бара жатырмыз. Қазір Керем ауданына келдік. Бір көзбен пляжды көреміз да, әрі қарай жол жүреміз. Вот люди ждут. Паром жүретін жерге жеттік. Қазір бұл пароммен айналмалы жолды, жарты сағатта жүретін жолды 5 минутта кесіп өтеміз.
міне осылай тез ақ жетіп алдық. Енді ары қарай бір 2 километрдей жол қалды. Святого Энтони потом назвали. Вау, қандай әдемі, қараңыздар. Біз көздеген жерімізге жеттік. Как обычно, камера не передает всю эту красоту. Қарнымыз ашып үйге қайттық. Қазір алдымен бірінші тамақтануға алып, одан кейін үйге барып демаламыз. Бұл біздің күнделікті үйге қайтатын жолымыз. Осындай магазиндер, ол таңғы 10-нан кешкі 11-ге дейін где-то жұмыс істей береді. Адамдар көп, всегда. Қайырлы таң, бізде осындай көрініс. Біз қазір таңғы ас ішіп алдық. Бүгін бізде тағы да бір экскурсия болады. Бірақ ол жақын жерде, сол үшін біз байксыз барамыз, бүгін жаяу барамыз. Осындай әдемі көрініс. Біздің мына астында бірінші этажда біздің осының хозяйкасы тұрады. Баласы, күйеуі. Өте жақсы кісілер. Ал мына жерде еврейлер тұрады. Білмеймін, бірақ бұл үй ма, үй емес па, әр жұма сайын бұлар келіп шабатқа дайындалады. Бұлардың шабатқа дайындалғандардың өзі бір той сияқты. Жалпы шабаттың не екенін білмейтін адамдар болса, шабат ол сенбі, яғни суббота болып аударылады. Ол күні біраз заттарға запрет жасалған, яғни көп нәрсе жасауға болмайды, яғни автокөлікке мінуге болмайды, свет жағуға болмайды, бірдемен ақша төлеп сатып алуға болмайды. Сол сияқты өте көп свет қана емес, яғни жалпы жарық жағуға болмайды, мысалға газды жағуға болмайды, микроволновка деген сияқты. Сол үшін кішкене біраз енді былай ойлап қарасаң қиын сияқты, бірақ өздері оны бір мейрам сияқты бір күшті қылып қарайды. Сол бірақ толығырақ интернеттен оқып көріңіздер, мен дұрыс жеткізбеуім мүмкін. Солай. रामचंद्र की Егер қателеспесем, бұл кісілер алда өтетін фестивальға шақырып жүр. Скоро Пангал урожай фестивалі болады. Ал біз ары қарай өз жолымызбен кеттік. Бүгін жоспар бойынша тағы бір жаңа жерді көру. Біз қазір анау тұрған таудың арғы жағына барамыз.
Біз жақындап қалдық. Мына кісілер қоқысқа тастаған бөтелкелерді жинап өткізіп осыдан ақша табатын болу керек. Негізінде біраз жерде хабарландыру жазылған, яғни қоқысты қайта өңдеуге жіберуге, қоқысты сортировать етіп тастауға, бірақ әрине оған көп адам мән бермейді. Міне осындай әдемі жер. Өзі бір бөлек орналасқан, бір жабық пляж секілді екен. Жоғарыда адамдар парапланмен ұшып жүр. Тағы да бір жабық зонасы бар екен. Қазір ішіне кірдік, не бар екенін көрейік. Бұл жақта да осындай шомылатын жер бар екен, бірақ бұл жердің 90% үндістер өздері рахаттанып шомылып жүр. Мына су андай ғой, құр тұрған су еш жерден ағып келіп жатқан жоқ. Сол үшін түспейміз деп шештік. Біз қазір ары қарай тамақ жеуге барамыз. Біз бүгін ет жегіміз келіп, стейк жеуге келдік. Келген жерде осындай Лейлаға ойыншықтар берді. Қазір көреміз, жейтін не бар екен. Мынау тандури, қазақша тандыр, ішінде пицца, шашлыктар пісіреді. Интерьері ерекше әдемі екен. Бұл жердің бастығы англичанка, егер қателеспесем. Бірақ енді дала болғаннан кейін тез шаң болып кетеді, соусы жаман екен. Стейк келді, қасына толтырып фриз алып беріпті. Ал бізге ас болсын. Не алдындағы айтқан фестивальға келдік. Қазір көреміз қандай қызықтар бар екен. Casino चालू. Все, біз тойлатып біттік. Қазір базарға бара жатырмыз. 1 сағаттық жер, Мапса деген қала. Вот базарға жеттік. Қазір аралап көреміз. Ішінде не заттар бар екен. Әдемі гүлдер өздері осылай отырып, қолдарымен жасап отыр. Өтпей қалса, мынаның бәрі өліп қалатын шығар. Обал ғой. Ал мынау Гоадағы тәтті сусындардың бірі, сахарный тростник дейді. Осылай қайта-қайта езіп шырынын шығарады. Енді бір тәтті болады шырыны. Базар чем-то біздің Алтын Орда көк базарға ұқсайды екен.
мына кісі мына аяқ киімнің бәрін өзі қолмен жасайды екен. Жаңа біз келген кезде жасап отырған, отырып бәрін жинап қойып енді бізге көрсетіп жатыр. I saw you on YouTube, in Russian YouTube. You mean you're talking about this girl, Regina? Huh? Yeah, Орел и Решка. Yeah. No, but a lot of others. Yeah, and we are from the Kazakh YouTube. That's why we are making. Okay. Yeah. And you were popular in Kazakhstan YouTube. Okay. Yeah. So my message to Kazakhstan people. There is no worries, Pajalusta. There is no worries, please. Only you have to love yourself, open yourself, and you have to love to the universe. Okay. Yeah, and all the best for everyone. All the best. Okay. All my love, light and respect. Thank you so much. Thank you. Бізге еще мындай сыйлық берді. Thank you so much. Все, базар аралап біттік. Енді үйге қайттық. Базардан көп зат алмадық, өйткені бәрі кәдімгі базардың заттары. Бізге керек особо онда көп зат тапқан жоқпыз. Бірақ қазір енді әдемі жерлермен үйге қайтамыз. Фиолетовый, зеленый. Гоа бұрын Португалия колониясында болғандықтан осындай әдемі үлкен шіркеулер, үйлер, ғимараттар өте көп. Менің ойымша соның арқасында бір өзінің ерекше колорит пайда болған сияқты. Тамақтанып алуға тоқтадық. Қазір осындай крейзи креветки жейміз. Базардан соң дереу пляжға келдік. Демалып, кішкене таза ауамен шаршағанды басып. Отқа піскен жүгері сыртына лайм мен тұз жақ береді. Енді дәмі бір керемет болады. Бүгін осындай ерекше әдемі закат болып тұр. Осындай насыщенный күннен кейін ең керек ғой. Қайырлы күн. Біз бүгін тағы да пляжға келдік. Мына әйел жаңа келді да, тез мына ағаштарды орнатып қойды. Міне баласы цирк көрсетейін деп жатыр. Бұрын үнді фильмдарында осындайды көруші едік. Молодцы, өте күшті. Енді бұл да ақша табудың амалы ғой, бірақ оригинально. Біздің өміріміз осы сумканың ішінде. Сол үшін осындай кішкентай қылыппен жүріп қойдық.
бүгін мына кісілер ар души көңіл көтеріп жатыр. Гоаға көбінде Үндістанның басқа қалаларынан да келеді. Дели, Мумбай сияқты осылай келіп, суббота, воскресенье күні ар души көңіл көтеріп кетеді. Бірақ ешкімге зияндарын тигізбейді, без агрессии, на позитиве. Могу жир залить. Estamos, Коэла. Пойдем. Кел, көтере. Біз үйдің жанындағы кешкі базарды аралауға келдік. Осындай әдемі күшті бұйымдар бар екен. Бұл жақтың иттері мен сиырларына рахат. Осылай қалаған жерінде ұйықтайды, қалаған жеріне кіріп, шығып жүре береді. Бейби. Қайда? Ана бейби. Ұйықтайын деп жатыр. Болды, ұйықтайын деп жатыр. Қара, бейби ойнап жатыр, қара. Құдайлы әдемі көйлек алды, я? Жақта мынандай күшті киімдер бар екен. Ку-ку. Мысыққа ку-ку деп жатыр. Идем. Мына жерге отыр. Бұл момо деген тибет тамағы. Тура біздің манты сияқты, бірақ ішінде начинкалар әртүрлі болады. Біз әрдайым тауықпен аламыз. Қайырлы күн. Бүгін біз Ашвин пляжына келдік. Біздің мақсатымыз күнделікті күнді бір жаңа жерде өткізу. Вот. Қазір алдымен тамақтанып аламыз. Пицца мен шырындар заказ бердік. Жол-жөнекей тағы бір пляжды көріп кетейік деп шештік. Пляждардың бір жақсы жері бір-біріне жақын орналасқан. Ой, әдемі саябақ. Драмская речка. Ана жерде. Вау! Күшті ма, Лейла, я? Вот написано Мандрым. Здравствуйте. Здравствуйте. Как дела? Классно. Вау! Вот это вот. Привет. Вау, краб. О, красный. Очень. 2700 Дима? 2500 все, ол примерно бір 25 доллар, 30 доллар. 15 мыңға жетпейді, я? 15 мыңдай болады. Я? Әдемі екен ана жерде. Магазинге барып закуп жасап келдік. Лейла пакет ашып жатыр. Стаканчик одноразовый. Ой. Порошок. Сыворотка для волос. Я ол посуда жуатын, я ыдыс жуатын. Мынандай кекс, дәмі күшті екен. Бағасы 25 рупий тұрады. 25 рупий ол где-то 150 теңге, я? 150 теңге. Салфетки, детский сок. Печеньканы Лейлаға сол жерде кішкентай қыз Лейлаға подарок етті. Туалетная бумага. Тарақты Лейла қолмен ұстап шығып кеткен ғой. Мынау осы жерде тағы да не бар, я? Барлық жерде бар, ат не еді?
Ладно, қазір аламыз. Ласси. Соны қазір ішіп көрейін деп жатырмыз. Круассан. Нан. Это сыр. Да. Сок, я. Он батулиға береміз, я? Батулиға сок. Бүгін крошка жасаймын, соған су. Тамақ араластыратын салфетка. Тағы да салфетка. Мынандай май. Барлығы 1700 рупий болды. Біздің әзірге алған продуктылар осы. Қазір тағы да тауықпен тағы көкөністерді алуға барамыз. Біздің осылай дайындап жатқан себебіміз, Алла қаласа, біздің туыстарымыз осында 12 күнге келе жатыр. Міне осымен әзірге осы видеоны аяқтаймын. Келесі кездескенше біздің міне Гоадағы бір айымыз тағы да осылай өтіп кетті. Алла қаласа, енді келесі кездесеміз.